Арсыз туыстар дайын асқа келіп қонақ болды. Керемет, жай ғана керемет. Шілде айында мен балалармен осы үлкен жатын бөлмені бір айға толық аламыз. Табиғатта жүргендері өздеріне пайдалырақ. Ал Дәурен мен Мағрипа әзірше қонақ бөлмедегі диванда ұйықтай тұрар. Ештеңе етпес, өздері үй иесі ғой. Шыдайды. Бұл шектен шыққан, нағыз арсыздыққа толы сөз жаңадан салынған үйдің дәлізінде жаңғырып естілді. Марина ас үй жиһазының жанында арзан бисквит рулетін қолына ұстап қатып қалды. Құлағына сенер-сенбесін білмеді. Жолда мыжылып қалған сол химиялық рулет қымбатты қонақтардың ала келген жалғыз дүниесі. Осыншама еңбектің аяқталғанына арналған сыйлықта жоқ, дастарханға қоятын дұрыс азық-түлік те жоқ. Тек талап, кінәлау және өзгенің үйіне қожайын болғандай жоспарлар ғана. 2 жыл. Тұтас 2 жыл бойы Марина мен Дәурен осы құрылысты зорға сүйреп шықты. Бар күш-жігерін сарқып, адам төзгісіз үнеммен өмір сүрді. Айлықтан айлыққа әр тиынды есептеп, әр шеге, әр бояу құтысы, әр цемент қапшығына дейін үнемдеп отырды. Әр демалыс сайын, аптап ыстықта да, қарашадағы сүйектен өтетін суық желде де құрылыс алаңынан шықпайтын. Теңіздегі демалысты да, 8 сағатты қалыпты ұйқыны да ұмытты. Кино мен кафеге бару деген баяғыда өмірлерінен жоғалып кеткен. Ал Дәуреннің туыстары осы ұзақ құрылысқа тек алыстан қатысып жүрді. Марина оларды іштей телефон прораптары деп атайтын. Қайын енесі Қадиша ханым аптасына міндетті түрде бір рет қоңырау шалатын. Бірақ ұлының денсаулығын сұрау үшін емес, арқасы ауырып жүрген жоқ па деп алаңдау үшін емес. Ол қандай қалыңдықтағы жылу оқшаулағыш төсеп жатқанын тексеру үшін хабарласатын. «Әй, Дәурен, мұны кім осылай істейді?» деп телефоннан оның мәңгі риза болмайтын даусы шығатын. Бұрыштардың бәрі қатып қалады, көгеріп кетеді. Кеше ағаң екеуміз арнайы ақылдастық. Жақсы базальт мақтасын алу керек. Мына арзан пенопласттарың босқа кеткен ақша. Тез арада бәрін қайта жасаңдар, кейін рахмет айтасыңдар. Кеңес беретіндер өте көп болды. Бірақ кеңес айту оңайда, қолмен жұмыс істеу қиын екенін ешкім түсінбейтін. Әсіресе тәжірибе жоқ кезде. Ал шын көмектесуге келетін адам мүлде табылмайтын. Бір күні құрылыс алаңына шатырға арналған ауыр тақтайлар тиелген үлкен жүк көлігі келгенде, Дәурен туыс еркектердің бәріне хабарласты. Ағасы Қаламбек бірден өте шұғыл жұмыс шығып кеткенін айтты. Бірақ телефонның ар жағында автомойканың шулы мен еркектердің күлкісі анық естіліп тұрды. Ал немере ағасы Расул дәл бүгін балық аулауға бара жатқанын айтып, оны ешқалай кейінге қалдыра алмайтынын сызылып жеткізді. Сол күні Дәурен мұздай қазан жаңбырдың астында ауыр дымқыл тақтайларды жалғыз өзі түсірді. Белін қатты жарақаттап алды. 2 апта бойы дұрыс тіктеле алмай жүрді. Үнсіз ескі бояуға бұлғанған күртесін киіп, күйеу баласының жанына келіп цемент араластырған жалғыз адам Маринаның әкесі болды. Жасы келген, қан қысымы жоғары адам. Ол ешқандай сәнді дизайнерлік кеңес айтпайтын. Таңсәріде үлкен термосқа құйылған ыстық тәтті шай мен Маринаның анасы пісірген бәліштерді алып келетін. Сосын үнсіз қабырғаларды сылайтын. Ауыр құралдарды ұстатып көмектесетін. Сағаттап құрылыс қоқыстарын таситын. Ал қалған туыстар сол кезде отбасылық шатта болашақ шатырдың түсін талқылап сынап отыратын. Үй толық дайын болды. Ішінен жаңа қарағай ағашының иісі, жаңа матаның жұпар иісі мен тазартқыш заттардың хош иісі аңқып тұрды. Марина кеше ғана кешке панорамалық терезелердегі құрылыс шаңын әрең жуып бітірген. Арзан болса да жайлы жиһаздарды ұқыптап орналастырған. Екеуі осы алғашқы демалысты тыныштықта өткізіп, тек ұйқыларын қандыруды армандаған еді. Бірақ сенбілік тыныш таңды көлік сигналының өктем үні қақ айырды. Жаңа боялған қақпаның алдында үш көлік тұрды. Ішінен у-шу болып бүкіл туыстары түсіп жатты. Қадиша ханым салтанатты бордовый пальтосымен, Кирилл үнемі қабағы ашылмайтын әйелі Оксана және 2 айқайшыл баласымен, спорттық киімдегі Расул, бәрі осындай. «Әй, үй иелері!» деп Қаламбек қақпаны аяғымен теуіп ашып, бүкіл шілде айында қатаң комиссия келді. «Қақпаны кеңірек ашыңдар. Қоныс тойды дүркіретіп жас».
Марина, шайды тез қойшы. Не қатып тұрсың бөтен адам сияқты. Жолдан қатты шаршадық деп енесі әмірлі дауыс. Сосын қабырға қағаздарына жиіркене қарап шықты. Плиткаларың да арзан екен ғой. Бірден көрініп тұр. Қыста тайғанақ болады. Мен Дәуренге сол кезде ақ дұрыс испан плиткасын алыңдар деп айттым емес пе? Енді мейлі, ауыл үйлеріне жарай береді. Үйді аралағандары маңызды мемлекеттік нысанды тексеріп жүрген тәкаппар инспекторларды еске салатын. Есіктерді рұқсатсыз ашып, ас үй шкафтарын ақтарып, жуынатын бөлмедегі судың қысымын тексеріп жүрді. Марина қырын көзбен Дәуреннің өңі қашып кеткенін Марина мен, бірақ ол баяғы әдетімен үндемеді. Бала кезінен үлкендерге қарсы шықпауға, анасының кез келген қылығына төзіп, айлықтан айлыққа әр тиынды есептеп, әр шеге, әр бояу құтысы, әр цемент қапшығына дейін үнемдеп отырды. Расул диванның жұмсақ тіректерін алақанымен тарс-тарс ұрып қойды. Әй, Дәурен, сендерге жол болыпты, әрине. Жер телімін өте арзанға қағып кеткен екенсіңдер, деді ол өзін нағыз сарапшыдай ұстап, сұқ саусағын көтеріп. Бірақ менің сауатты жоспарлау кеңестерім болмағанда, қазір қараңғы сарайда отырар едіңдер. Шынын айтқанда, бұл жобаны анам екеуміз арқалап шықтық. Біз болмасақ, быт-шыт қылар едіңдер. Одан кейін мүлде ақылға сыймайтын жағдай басталды. Қонақтар үйдің ішіне емін еркін тарап кетіп, Марина олардың өз мүлкін қалай ашық бөлісіп жатқанын шарасыз күйде бақылап тұрды. Алдымен Гаухар қонақ бөлмені өзінікіндей иемденіп алды. О, мұндағы кереует кең екен, матрасы да жаман емес. Керемет, деді ол өзінше мәз болып. Шілдеде балалармен осында бір айға міндетті түрде келеміз. Таза ауа керек қой. Ал сендер сығылысып жата тұрасыңдар, орын көп сияқты. Сәлден кейін террасаға Қадиша ханым мен Расул шықты. Міне, дәл осы жерге, Расул, үлкен кірпіш мангал қоямыз, деді енесі қолымен Марина сирек гортензия гүлдерін отырғызуды жоспарлаған орынды нұсқап. Демалыс сайын бізге кәуап пісіріп бересің. Тіпті бәлкім жазға осында көшіп келермін. Қаланың ыстығында тұншығып отырғанша осында бақша басқарамын, ас көп егемін. Ас үйге қайта кірген Қадиша ханым мен Марина әлгі мыжылған рулетті амалсыз кесіп жатқанда қатты шапалақ соғып бәрінің назарын аударды. Ал дұрыс ет қайда? Салаттар қайда? Қонақтарды немен күтеміз деп отырсыңдар? Біз мұнда тойлауға келдік қой. Қоныс тойды адамша жасау керек. Марина баяу ғана пышақты үстелге қойды. Үгітіліп жатқан бисквитке қарады да, кейін ауыр жанармен енесіне тіктелді. Бұл адамдардың шектен шыққан арсыздығы оның шаршаған санасына сыймай тұрды. 2 жыл бойы олар газ қазандығын қымбаттап кетпей тұрғанда алу үшін майсыз қарақұмық жеп күн көрді. 2 жыл бойы Дәурен қыста бір ескі тозған кроссовкамен жүрді. Ал мына сәнденіп келген адамдардың ешқайсысы. Балалар, бүгін нан алуға ақшаларың бар ма? Деп бір ретте сұрамаған. Ешкім келіп бір гипсокартон ұстап көмектескен жоқ. Марина рулет салынған пластик ыдысты қолына алды да Қадиша ханымның жанына жақындап, оны аң-таң болған әйелдің қолына күштеп ұстатты. Бұл үйде ешқандай кәуапта болмайды. Сендердің демалыстарыңда болмайды. Шілдеде де емес, тамызда да емес. Ешқашан. Ас үй іші бір сәтте өлі тыныштыққа батып кетті. Дауысты естіп, қонақ бөлмеден Расул мен Раман жетіп келді. Не деп былшылдап тұрсың өзі? Деді Расул қабағын түйіп Маринаға төне түсіп. Менің айтпағым, деді Марина, дауысы алғашында дірілдеп шыққанымен әр сөзі сайын нықтала түсті. Үй тегін демалыс базасы емес. Сендердің ешқайсыларың бұл үйді салуға көмектескен жоқсыңдар. Ешқайсыларың саусақтарыңды қимылдатпадыңдар. Дәурен мұздай жаңбырдың астында белін жарақаттап алғанда сен, Расул, көлігіңді жуып жүргенсің. Ал біз цемент қымбаттап кеткенде бір ай ақшасыз отырғанда, сіз, Қадиша ханым, өзіңізге жаңа норкатон алып, соны телефонмен 1 сағат мақтан қылып айттыңыз. Ол сіздің ақшаңыз, өз еркіңіз. Бірақ бұл үй, біздің үй. Сондықтан бізге сендермен тойлайтын ештеңе жоқ. Мен ешкімге дастархан жаймаймын. Дәурен.
деп енесі шыңғырып жіберді де, жаңа ғана ас үйге кіріп, есік жақтауында үнсіз тұрған ұлына бұрылды. Мына сенің жынды қатының не деп тұрғанын естіп тұрсың ба? Сен бұл үйде еркексің бе өзі? Тез орнына қой мынаны. Біз сендерге жанымыз ашып келдік қой. Ақылымызды айттық. Дәурен ауыр көзқараспен ағасына қарады. Ол тағы да туыстық байланыс туралы ұзақ уағыз бастауға дайындалып тұрған. Кейін қолында мыжылып кеткен рулетті қысып тұрған анасына қарады. Сосын жанары Маринаға түсті. Оның еңкіш тартқан иықтарына, тазартқыш заттардан қызарып кеткен саусақтарына. Ол үндеместен дәлізге барып кіре беріс есікті айқара ашты. Шығатын жер анау. Не дедің? Деп Қадиша ханым аң-таң болып кірпіктерін жазғы демалыстарыңды өз пәтерлерінде жоспарлайсыңдар. Біз көмек сұрағанда келмедіңдер. Ал енді дайын дүниеге келіп, жер телімін өте арзанға қағып кеткен екенсіңдер. Қазір қақпадан шығыңдағы сарапшы. Сендер мүлде есінен адасып кетіпсің. Бірақ менің сауатты жоспарлау кеңестерім болмағанда, ағаш сарайларыңа мәз болыпсыңдар. Ол әйелін қолынан дөрекі тартып, кеттік бұл жерден. Осындайда туыс болама, деді. Балам, сен бұған әлі қатты өкінесің деп енесі ысылдай сөйлеп, тәкаппар кейіппен есікке қарай беттеді. Артында аңырып қалған Расул тұрды. Дәурен ештеңе демеді. Тек ашық есік алдында тұрып, олардың бірінен соң бірі асығыс шығып жатқанын, көлік есіктерін тарс жауып, жаңа төселген қиыршық тасқа із қалдырып жүйткіп кетіп бара жатқанын үнсіз бақылап тұрды. Марина әл-дәрмені құрып дәліздегі орындыққа отыра кетті. Тізелері дірілдеп, қолдары әлі қалшылдап тұрды. Ол Дәурен қазір ұрысып, отбасымен болған жанжалға өкпелейді деп қорыққан еді. Бірақ, міне, сізден бос көшеге қарап тұрып баяу ғана сөйле. Білесің бе, Марина? Мен өмір бойы оларға қарсы шығу сатқындық деп ойлаппын. Қанымыз бір болған соң, бәріне төзу керек, не болса да бірге болу керек деп келдім. Ол Маринаны құшақтап алды. Адамдарға мұны түсіндіру қиын. Біреудің еңбегіне қызғанышпен қарау дұрыс емес екенін. Дайын дүниеге келіп той талап ету, отбасы деген ұғым емес екенін. Нағыз отбасы, сен екеуміз, және сенің қазір түнгі ауысымнан кейін үйінде ұйықтап жатқан әкең. Ол мұнда диванда жатып алып қоныс той қайда деп отырған жоқ. Екеуі ағаш террасаға шықты. Марина өткен жазда өзі жинаған қарақат жапырақтарынан шөп шайын демдеді. Олар үнсіз отырып шай ішті. Күн алыс қарағайлы орманның ар жағына баяу батып бара жатты. Оның алтын түсті жұмсақ сәулесі жаңа, азаппен салынған үйлерінің ағаш қабырғаларын жылы реңкке бояды. Енді бұл үй тек өздеріне ғана тиесілі еді. Дәурен қыста бір ескі, тозған кроссовкамен жүрді. Ал мына сәнденіп келген адамдардың ешқайсысы. Балалар, бүгін нан алуға ақшаларың бар ма? Деп бір ретте сұрамаған.